Баршаңызға сәлем. Дәл осындай видеоның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ол үшін видеоның соңына дейін көріңіздер. Бізге студия программасы керек. Студияға кіреміз, плюсик басылмасын басып, прозрачный фонды таңдаймыз. Прозрачный фон таңдап алғаннан кейін төменгі жағында текст дегенге барып жазуымызды жазамыз. Қайырлы күн мысалы. Жазып аламыз және де сызықшаларды қоямыз. Сіздер ортасына символдар қоюға болады, соны үйретемін. Ол үшін біздер Google-ға кіреміз. Google-ге кіріп, cool symbol деп жазамыз. Symbols дегенге барамыз. Және де өзімізге ұнаған символды скопировать етіп аламыз. Әкеліп текстке вставить етеміз. Өзіңіз білесіз, нешеуін қоюыңызға болатынын. Мен екеуін қойғым келіп тұр. Осылай жазып аламыз. Содан кейін төменгі жағындағы шрифті таңдаймыз. Яғни өзіңізге ұнаған шрифті таңдайсыздар. Мен өз басым Liberator деген шрифті таңдадым. Және де төменгі стайлға барып, Cool'вені барып, солға қарай бұрамыз до конца. Және экранды кішірейтеміз. Осындай сол кезде дөңгелек пайда болады. Осыны аламыз да өзімізге сохранить етіп аламыз. Жоғарғындағы стрелканы басамыз. Және де төменгі жағындағы save деген стрелканы басып сохранить етіп аламыз. Видеода 3 элемент бар. Біреуін жасадық. Жазуын однотонный фон керек бізге. Ол үшін Pinterest'ке барып, поискке однотонный фон деп жазып аламыз. Яғни өзімізге ұнайтын однотонный фонның кез келген любой цветін таңдап алсаңыз болады. Мен осы цветті аламын. Скачать етемін. Жоғары жағында 3 нүктені басып скачать етіп аламын. Однотонный фон таңдалды. Енді бізде көріп тұрғандарыңыздай менде мысық бар. Яғни мысықтың суреттері мен мынандай суретін алып, артқы фонды кесіп алдым. Ол туралы видеом бар. Описаниеге қалдырамын. Яғни фотоны фоннан кесіп алу деген видео бар. Содан фотоның артындағы фонды кесіп алсаңыздар болады. Осындай мысықты қолдандым мен өзімнің видеома. Енді шығып алып, иншотқа кіреміз, новый басамыз, жаңағы однотонный фонымызды таңдап аламыз. Осы однотонный фонды оңға қарай жылжытамыз. Осының үстіне стикер дегенді басып, төменгі жағында камера сияқты тұр, соны басамыз, фото сияқты. Осы жерден жаңағы стикерімізді әкеліп қоямыз. Үлкейтеміз, орналастырып аламыз, оңға қарай тартамыз. Изменитті басамыз және осыны таңдап аламын. Жылдамдығын азайтып қоюға болады. Осылай азайтып орналастырып аламын. Сонда осылай айналады. Және де тағы стикерге барамыз, фотоға барамыз. Өзіміздің манаға кесіп алған мысықты әкеліп орналастырамыз. Қойып аламыз, ыңғайластырып. Осылай орналастырып аламын. Және де оңға қарай тартамыз бұны да. Бұл мысықты да изменить дегенді басып, жылдамдығын өзгертіп аламыз. Жаймен айналып тұрады, дәл осылай орналастырып алдым. Сол кезде осылай айналып тұратын болады. Енді сохранить етіп аламыз бұны да. Сохранить кнопкасын басамыз. Сохранить етілді. Енді иншоттан шығып, капкатқа кіреміз. Новый проект, жаңағы видеомызды әкеліп қоямыз, добавить етеміз яғни. Енді осы жерге текстке барып, сызықшаны таңдаймыз. Осылай сызықшаны сызып аламыз. Және де галочканы басып, осы сызықшаны 90 градуста ыңғайлап, орналастырып аламыз. Және де бұл жерде сызықшаның түсі ақ болып тұр. Осы ақ түсті төменгі жағында стильге барып қараға алмастырамыз. Және де стикерді басып, осы жерден өзімізге ұнаған, яғни көбелекті таңдаймын. Мен осы жерден өзімізге ұнаған кез келген стикерді таңдасаңыз болады. Мен осы жерден мына көбелекті таңдаймын. Осы көбелек ұнап тұр. Осы көбелекті әкеліп орналастырамын. Мінекей, осылай орналастырып аламыз. Оңға қарай тартамыз. Және де видеоны қараймыз. Сол кезде бізде осындай анимациялы видео пайда болды.
қателеріңізге жарасын. Менің каналымнан алдағы уақытта неше түрлі видеолар салатын боламын. Сіздермен бірге болған Жұлдыз.